Мудараба ислам қаржы жүйесіндегі ерекше инвестициялық серіктестік моделі. Бұл келісімде екі тарап арасындағы нақты шарттар негізінде әрқайсысының рөлі айқындалады. Бірінші тарап инвестициялық капиталды ұсынады, ал екінші тарап басқарушы, яғни капиталды тиімді басқарып, оны нарықта орналастыру жұмыстарына жауапты болады. Мударабаның негізгі ерекшелігі пайда мен залалдың бөліну принциптері. Алынған кірістер алдын ала келісілген арақатынаста тараптар арасында бөлінеді. Сондай-ақ қаржыдан болған зиян тек капитал иесінің жауапкершілігіне жүктеледі. Алайда басқарушы тарап өз қызметінде немқұрайлылық танытып, жауапкершілікке мән бермеген жағдайда ғана зиянның орнын толтыруға міндетті болады. Мудараба моделі ислам қаржы институттары мен кәсіпкерлер үшін өте тиімді, себебі ол шариғат қағидаларын сақтай отырып, молынан табыс табуға мүмкіндік береді. Бұл жүйе әділдік пен өзара сенімге негізделген, сондықтан басқарушы тұлғаның кәсібилігі мен адалдығы аса маңызды. Осы шарттарды қатаң сақтау мудараба келісімінің табысты болуына кепілдік бере алады.